Баршаңызға сәлем. Бұл видеода карамель қайнатудың жолын көрсетемін. Орташа отқа қантымызды қоямыз. Осылай ортасы жібіп бастағаннан кейін осылай сәл-сәл қимылдатып, уже біраз жібігеннен кейін, міне осылай лопаткамен мен көмектесем жібітуге. Негізі тиісуге болмайды деп айтады, бірақ тиіспейін десең ол асты күйіп кетеді карамель. Сөйтіп күйіктің иісі шығып кетеді карамельден. Орташа немесе орташадан сәл жоғары отта осылай ерітіп аламыз бәрін, қанттың ерігенін күтеміз. Ешқандай комочек анау қалмау керек, бәрі полностью еру керек. Мына жерде бәрі еріп болып қалды. Енді осы уақытта параллельно сливкимізді жылытамыз, ысытамыз, қайнатпаймыз, қатты ысытамыз. Сөйтіп міне жартысын осылай карамельдің үстіне құямыз. Сөйтіп жақсылап араластырамыз, бірақ қолдарыңызды байқаңыздар, өйткені қатты бу шығады, ыстық. Осылай біраз араластырып болғаннан кейін үстіне екінші жартысын құямыз сливкидің. Енді кейде осылай істеп жатқан кезде комочектар болуы мүмкін кәдімгідей. Осылай бұл кезде уже орташадан сәл баяу отта осылай араластырып тұрасыздар. Сонда ол кетеді, ериді. Мына жерде майдың жартысын салдым тоже. Енді оны да осы карамельмен біріккенше жақсылап араластырамыз да, содан кейін майдың екінші жартысын саламыз. Сөйтіп бәрі жаңа карамелімізде ешқандай комочек қалмағанша ертеміз. Араластырамыз бәрін. Осы карамель дайын болғаннан кішкене тұз себесіздер, сонымен болды, дайын. Енді арасында кішкене может жаңағы комочектар қалып кетуі мүмкін, енді ол қатты емес, проблема емес. Оны осылай мен міндетті түрде сүзіп аламын, чтобы сол жерде онша-мұнша ермей қалған комочектарын ұстап қалсын деп. Сүзекіден өткізіп аласыздар. Болды, сонымен осыдан кейін бетін пищевая пленкамен в контакт жауып қоясыздар, чтобы арасында ауа қалмау керек. Сонымен біздің карамеліміз дайын. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.